1391 жыл. Алтын Орда. Құндыршы өзені маңында екі ұлы әмірші кездесті. Бірі Алтын Орданы біріктіріп аяққа тұрғызған Шыңғыс ханның тікелей ұрпағы болған Тоқтамыс хан. Ал екіншісі Тұран әміршісі. Адамзат тарихындағы ең ұлы жаулап алушылардың бірі. Шыңғыс ханның тікелей ұрпағы болмаса да, оның ізін жалғастырушы Әмір Темір. Бұл шайқаста кім жеңіске жетеді? Каналға жазылып, өз ойыңызды қалдыруды ұмытпаңыз. Біз бұл оқиғаны басынан бастайтын боламыз. (1357 жыл). Алтын Орда тарихындағы күрт өзгерістің бастамасы. Бұл жылы Жәнібек хан дүниеден өтті. Ол өз дәуірінде орданың ішкі құрылымын нығайтқан, ислам дінін қолдаған, саяси тұрақтылық орнатуға ұмтылған билеуші еді. Жәнібектен кейін таққа отырған оның ұлы Бердібек хан билік үшін туыстарын өлтіріп, қатыгездігімен танылды. Оның билігі тек 2 жылға ғана созылды. Бердібек өлгеннен кейін Алтын Ордада ұлы дүрбелең кезеңі басталды. Бұл 20 жылға созылған ішкі саяси тұрақсыздық кезеңі. Тарихшылар бұл уақытты ұлы анархия, хансыз жылдар деп атайды. 1360-1380 жылдар аралығында орданың тағына бірінен соң бірі келген хандардың есебі жиі шатастырады. Әртүрлі деректер бойынша хандар саны 20-дан асқандығын білуге болады. Осы кезеңде Алтын Орда іштей екіге жарыла бастады. Шығыста Ақ Орда, ал батыста Қырым мен Еділ бойын иемденген хандық топтар пайда бола бастады. Хандықтың батыс бөлігіндегі ең беделді адам ол Беклербек Мамай еді. Мамай Қырым мен Қаратеңіз маңын өз бақылауына алып, Мәскеу мен Рязанға салық салуды жалғастырды. Бірақ орталық билікке ие бола алмады, себебі Мамай Шыңғыс ұрпағы болмады. Ол өз билігін заңдастыру үшін қуыршақ хандарды таққа отырғызды. Осы уақытта шығыстағы Ақ Ордада Ұрыс хан мен оның ұрпақтары тәуелсіз саясат жүргізе бастайды. Бұл болашақ Тоқтамыстың тарих аренасына келуіне алғышарт жасады. Жошы ұлысының аумағында енді билік вакуумы қалыптасты. Орталықтан бақылау жоғалды. Жасақ жинау, салық салу, сауда жолдарын бақылау бәрі аймақтық билеушілердің қолына өтті. Осылайша 1359-1380 жылдар аралығы Алтын Орданың іштей ыдырап аймақтық хандықтарға бөлінген кезеңі болды. Осы бір аласапыран заманда орталық Азияда, дәлірек айтқанда Мәуереннахрда тыныш еместі. Шыңғыс ханның екінші ұлы Шағатайға берілген ұлыс Шағатай хандығы 14 ғасырдың ортасында бірнеше бөлікке бөлініп кетті. 1330 жылдардан кейін мұнда да орталық билік әлсіреді. Шығыс Шағатай ұлысында, яғни Моғолстанда қазіргі Жетісу мен Шығыс Түркістан аймағында моңғол ақсүйектері мен жергілікті түркі әмірлерінің билік үшін күресі басталды. Батыс Шағатай ұлысында, яғни Мәуереннахрда, Хорезм, Бұхара, Самарқанд қалаларында билікке талас күшейді. 1346 жылы Әмір Қазаған атты түркі қолбасшысы билікті өз қолына алды. Ол Шыңғыс тұқымынан болмады, сондықтан Әмір атағын иемденген еді. Осындай қиын қыстау бір заманда 1336 жылы Өзбекстан аумағындағы Кеш қаласы маңында Барлас руының биі Тарағайбектің отбасында Темір дүниеге келді. Барлас түркіленген моңғолдың текті тайпасы. Кейін исламды қабылдап, жергілікті мәдениетпен біте қайнасып кеткен этнос. Темірдің әкесі Тарағай Шағатай ұлысының ықпалды бектері еді. Темірдің арғы тегі Шыңғыс ұрпағы болмаса да, ол өз билігін заңдастыру үшін әрдайым Шыңғыс әулетімен одақтасты, немесе
солардың атынан іс жүргізіп отырды. 1358 жылы Әмір Қазаған өлтірілгеннен кейін Темір саяси вакуумды пайдалана білді. Ол алғашында Қазағанның орнын басқан Әмір Хусейнмен одақтасып, бірге Самарқанд, Бұхара, Хорасанға жорық жасайды. Алайда Темір мен Хусейн арасында билікке байланысты кикілжің туады. Ақыры 1370 жылы Балх қаласын қоршаған шайқаста Темір Хусейнді жеңіп, оны өлтірткізеді. Осылайша Темір Мәуереннахрдағы бірден-бір билеушіге айналды. Дәл осы жылы ол Шағатай хандығының мұрагері Сұйырғатмышты формальды хан етіп жариялап, өзі әмір титулын иеленеді. Осы арқылы Шыңғыс заңдары мен дәстүрін бұзбастан нақты билікті өз қолына шоғырландырады. Жошы ханның үлкен ұлы Орда еженге қарасты жерлер Ақ Орда деп аталды. Оның орталығы Сырдария бойындағы Сығанақ қаласы болды. Ақ Орда құрамына қазіргі Қазақстанның оңтүстік, шығыс және орталық аймақтары кіретін. 14 ғасырдың ортасында Ақ Ордада да ішкі билік күресі басталды. Ұрыс хан Ақ Орданың беделді билеушісі, алайда оның тұсында да ішкі бірлік толық орнаған жоқ. Ұрыс ханда өзінің қарсыластарын бірінен кейін бірін көзін жоя бастады. Солардың арасында Маңғышлақтың басшысы Түйқожа да бар еді. Түйқожа өлтірілгеннен кейін оның ұлы Тоқтамыс 1376 жылы Мәуереннахр билеушісі Әмір Темірге жан сақтау мақсатында бас сауғалады. Бұл Темір мен Тоқтамыс арасындағы одақтың бастамасы еді. Бірақ олардың қарым-қатынасы кейін қанды соғысқа ұласатынын ол кезде ешкім білген жоқ. Тоқтамыс Ұрыс ханның туысы, Ақ Орда мен Алтын Орда хандықтарында оның да үлесі бар еді. Осы геосаяси вакуум Әмір Темір үшін таптырмас мүмкіндік болды. Иран мен Кавказдағы Илхан ұрпақтары жойылды. Мәуереннахрда Шағатай билігі әлсіреді. Ақ Орда мен Алтын Орда ішінде дүрбелең күшейді. Тоқтамыс секілді тұлғалар жаңа қолдаушы іздеді. Темір бұл мүмкіндікті тиімді пайдаланды. Ол алғашында тек Шағатай ұлысының қорғаушысы ретінде әрекет етті. Бірақ шын мәнінде бүкіл орталық Азиядағы билікті өз бақылауына алуға кірісті. 1377 жылы Тоқтамыс Әмір Темірдің қолдауымен Алтын Орданы жаулап алуға кірісті. Алайда алғашқы шайқаста Ақ Орданың ханзадасы Ұрыс ханның ұлы Құтлық Бұғаның қаза тапқанына қарамастан Тоқтамыс жеңіліп Темірге қайта қашуға мәжбүр болды. Көп ұзамай Әмір Темір оған мықтырақ әскер берді. Тоқтамыс Алтын Ордаға екінші рет жорық жасады. Бірақ бұл жолы да Ұрыс ханның ұлы Тоқтақиядан жеңіліп, тағы да Темірге қашуға мәжбүр болды. Ұрыс хан Әмір Темірден Тоқтамысты беруді талап етті. Бірақ Темір Тоқтамысты Ұрыс ханға беруден бас тартты. Содан кейін Әмір Темір Ұрыс ханға қарсы Алтын Ордаға жорыққа дайындала бастады. Көп ұзамай Орда аумағына кіріп, Сығанақ қаласының маңына келіп орналасты. Алайда қатты аяз салдарынан әскерлер қару ұстауға қауқарсыз болды. Сондықтан Темір жорықты көктемге шегерді. Келесі жылы шешуші қақтығыс тағы да болмады. Себебі Ұрыс хан кенеттен қайтыс болды. Тоқтақияның қысқа уақыт билік етуінен кейін Ақ Орда тағына Темір Мәлік отырды. Әмір Темір берген әскермен Тоқтамыс Ордаға қайта шабуыл жасады. Бірақ тағы да жеңіліп, әрең дегенде аман қалды. Темір Мәліктің көптеген әлсіз тұстары мен кемшіліктеріне байланысты оның билігі әлсірей бастады. Мұны пайдаланған Әмір Темір Тоқтамысты тағы да Алтын Орда тағына отырғызу үшін жорыққа аттандырды. Бұл жолы Тоқтамыс Темір Мәлікті жеңіп, орталығы Сығанақ болған Ақ Орданың
билеушісі атанды. 1378 жылдың көктемінде Ақ Орданың құлауынан кейін Тоқтамыс Мамай бақылауындағы батыс бөлікке, яғни Көк Орда аумағына жорық жасады. 1380 жылы Тоқтамыс Азовқа дейінгі бүкіл Алтын Орданы, соның ішінде Астана, Сарай Беркені де басып алды және Алтын Орданың жеке дара билеушісі атанды. Алтын Орданың жеке дара билеушісі атанғаннан кейін Тоқтамыс өз билігін нығайта бастады. Билікті нығайтқаннан кейін Тоқтамыс өзін Әмір Темірге бағынышты емес, тәуелсіз билеуші ретінде көрсете бастады. Ол Алтын Орданы қайтадан қуатты мемлекетке айналдыруға тырысты. Темірге қарап отырған Сырдария бойындағы қалаларға көз сала бастады. Кавказдағы Ширван, Дербент, Арран сияқты аймақтарға жорық ұйымдастырып, Темірдің ықпалды вассалдарына қауіп төндірді. Осы жағдайлар екі жақты одақтарды бір-біріне деген өшпенділігін оятып, жауласуға дейін жеткізді. Бұл келесі бөлімнің бастамасы еді. Видео ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.